Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Әлем чемпионы жеңілмеген қазақ боксшысымен айқаста стиліндіру амалын тапты. Орта салмақта WBS чемпионы доминикалық Карлос Адамес қазақстандық Мерим Нұрсұлтановпен жекпе-жекке шықпай қою мүмкін. WBS доминикалыққа белбеуін Нұрсұлтановпен жекпе-жекте қорғауға міндеттегенімен Адамес ұйымының жылына бір қорғауғаны өткізу туралы ережесін алға тарта алады. Адамес 22 ақпанда британиялық Хамза Ширазбен жекпе-жектен тең түсіп, белбеуін сақтап қалды. Егер ұйым Адамес пен Шираздың айқасын міндетті қорғауға жатқызса, доминикалық өзге қарсылас таңдай алады деп жазады. Еске салайық, Нұрсұлтанов кейінгі рет 2023 жылы қарашада жұдырықтасты. Ол кезде Мерим чилилік Хулио Аламосты жеңген еді. Ұзақ үзіліске қарамастан қазақ боксшысы WBS рейтингінде 3-ші тұр. Канелоның промоутері Биволды жеңетін мексикалықты атанды. Америкалық промоутер Оскар де ла Хойя, ресейлік Дмитрий Бивол және америкалық Дэвид Бенавидес жекпе-жегіне қатысты болжамын айтты деп хабарлайды. Еске салайық, Бивол отандасы Артур Бетербиев қарымта айқаста жеңіске жетіп, жартылай ауыр салмақта әлемнің абсолют чемпионы атанды. Үш жақтан қыспаққа алды. Бивол бірінші белбеуден айырылуы ықтимал. Бивол мен Бенавидес бұл керемет айқас болады. Кім жеңетінін нақты айту қиын. Мен Бенавидес жеңеді деп ойлаймын. Өйткені ол белсендірек. Бетербиевпен салыстырғанда көбірек соққы жасап, аяқпен қозғалады. Ол ақылдырақ және қарсыласқа егеменділік алады. Мен Бенавидес жеңеді деп бас тігемін, деп береді промоутерінің сөзін. Ал Оскар де ла Хойя бір кездері Канелоның промоутері болған еді. Кейін мексикалық одан кетіп, қазір оның ісін бапкерлер жүргізеді. Ал 2022 жылы мамырында Канело Биволдың жеңілген болатын. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Достар, сіздерден бір қолдау лайк басамыз, видеоны ақырына дейін көреміз, подписация боламыз достар. Баршаға рахмет.